Ең біріншіден бізге клей, фетр және тас керек болады. Клейді тастың артына жағамыз жақсылап. Сосын оны фетрге жабыстырамыз. Ортасына қылып келтіріп алыңыздар. Бір рет басамыз үстіне. Енді бізге мынадай қайшы керек. Стразовый цепь және жаңағы тасымыз. Стразовый цепьті тастың екі жағына қылып жабыстырамыз клеймен. Бірінші стразовый цепьті өлшеп алу керек. Өлшеп алған соң қиясыз. Осындай қайшымен ыңғайлы қиған. Бұндай қайшы жоқ болса, кәдімгі жай қайшымен қия аласыздар. Менде мұнда басқа клей, мынау клейдің басы жіңішке, сондықтан маған ыңғайлы болады. Сіздерде бұндай клей жоқ болса, жай клей, кристалл клейді пайдалана аласыздар. Өлшеген цебімізді жабыстырамыз. Үстінен сәл ғана басамыз. Жабыстырып болған соң күтеміз. Екінші жағында дәл осылай өлшеп стразымызды жабыстыратын боламыз. Жаңа біз стразымызды жабыстырдық, стразовый цепьті. Енді оны тігіп шығу керек. Ең алдымен тастан бастаймыз. Тасымызда екі жер болады. Тігетін жері сол жер арқылы тасымызды фетрге тігетін боламыз. Осылай барлық жерлерін екі тасты кетіп тігіп шығамыз. Енді бізге бисер керек. Хрусталь, кішкентай пайетка. Осылармен бірге қазір жұмыс істейтін боламыз. Біз стразовый цепьтің ішкі жағынан шығамыз ең алдымен. Түйреуіштің басынан бастаймыз. Пайетканы аламыз. Егер де сізде чашка пайетка болса, чашканы үстіңгі жағына қартасыздар. Яғни бисер жағына 4 бисер аламыз. Хрусталь біреу.
мұқият қарап алыңыздар. Бір пайетка, 4 бисер хрусталь, қайтадан 4 бисер, және пайетка. Бұл техниканың басы және аяғы өзгеше болады. Қалған жерлері бірдей болады. Пайетка, 4 бисер хрусталь, 4 бисер пайетка алғаннан кейін цептің 3 тасын тастап кетеміз. Цептің ішкі жағынан кіргіземіз инемізді. Осылай болып шығу керек сіздерде. Енді цептің бізге сыртқы жағынан шығу керек инемен шыққан кезде. Фетрдан шығамыз. Цептің сыртқы жағынан. Пайеткамен бір бисерден инеңізді шығарасыздар. Қарап алыңыздар жақсылап. Ендігі кезекте 3 бисерді аламыз. Үшеу. Бір хрусталь. Мұнда уже 4 бисер. Және пайетка. Басында айта кеттім ғой, осы техниканың ең бастапқы жағы және соңғы жағы ерекшеленеді, ал қалған жерлері қайталана береді. Яғни осы жерде біз 3 бисер, хрусталь, 4 бисер и пайетка алдық та, стразовый цептің 3 тасын тастап кетемізді, стразовый цептің ішкі жағынан кіргіземіз инемізді, шыққан кезде сырт жағынан шығамыз. Осы техниканы әрі қарай қайталап шығу керек, тек соңында өзгеше болады. Тағы да қайталаймын. Стразовый цептің сыртқы жағынан шығасыз. Пайетка, бір бисерден шығасыз. Содан кейін қайтадан 3 бисер, хрусталь, 4 бисер, бір пайеткадан аласыздар. Дәл осы екінші техниканы қайталап шығасыздар. тасымыздың жан жағынан тығып шығамыз. Осы цептің бойымен қайталаймыз. Цепті 3 тас тастап кету керексіздер. 3 бисер, Оны бір ұмытпаңыз. хрусталь, сонында 4 Осылай болып бисер, шығу бір керек. пайетка. Тек Енді мен соңына басқаша жеттім. болады. Соңында өзгеше болады деп айтқанмын басында. Соңында Мұнда 3 бисер, соңына бір жеткен хрусталь, кезде 3 3 бисер, бисер аласыздар. хрусталь және тағы да 3 бисер аласыздар. Осы жерде бір бисер мен пайеткадан шығамыз. Инемізді шығарған кезде цептің сыртынан шығарамыз.
осылай шығу керек. Енді қайтадан цептің сыртынан шықтық. Қайтадан бірінші техникаға ораламыз. Яғни пайеткадан және 4 бисерден шығамыз. Сонымен бірге хрустальдан да шығамыз. Қарап алыңыздар. 4 пайетка, 4 бисер, хрустальдан шықтым. Жемчуг керек болады. Бір жемчугті іліп аламыз. Хрустальдың жанына. Қайтадан келесі хрустальдан шығарамыз. Осы техниканы ары қарай қайталай бересіздер. Жемчугті өткізгеннен кейін хрустальдан өтесіз инемізбен. Осын қайтадан жемчуг, хрусталь, жемчуг, хрусталь. Осылай соңына дейін қайталай бересіздер. Соңында өзгеше болады. Соңына жеткен кезде хрустальдан өттіңіздер ғой. Енді басындағы 4 бисерден, пайеткадан страздың сыртыңғы жағынан шығасыздар. Осы жерде мұқият қарап алыңыз. Және инемізбен цептің сыртқы жағынан шығарамыз. Жібіңізді жақсылап тартып алыңыздар. Тартқан кезде осылай әдемі болып шығу керек. Осы техниканы жаттап алыңыздар. Егер сіз сырға жасағыңыз келсе, сәукеле, солардың тастарын осылай әшекейлей аласыздар. Бұл техникада жаңағы жіпті тарту өте маңызды. Тартқан кезде тасымыз осылай әдемі болып шығады. Жан-жағы біркелкі болу керек. Бұнда моншақтардың басқа түстеріне ауыстыруға болады. Жіпті тартқаннан кейін түйіп аласыздар. Енді бізге клей керек. Стразовый цепь. Тасымыз жаңағы. Ең бірінші техниканы қайталаймыз. Цепті өлшеп аласыздар, оны қиясыздар. Бірінші бір жағына, сосын екінші жағына. Осы жерде мен кристалл клейді қолданып көрдім. Осымен де жұмыс істеуге болады. Жақсылап жабыстырғаннан кейін кішкене бір 5 минут күтесіз. Клей жабысу керек тасқа. Цепті жабыстырып болғаннан кейін тігіп шығуды ұмытпаңыздар. Яғни ең алғашқы техникаға ораламыз. Стразовый цептің екі тастың арасынан тігіп шығамыз.
цепті тігіп болғаннан соң фетрді қиюға кірісеміз. Қиған кезде фетрдің примерно 1,5-2 мм қалдырып кетіңіздер. Келесі кезекте қарындаш, картон, қайшы керек болады. Түйреуішімізді картонға белгілеп алыңыздар. Ең алдымен түйреуіштің бойымен контур жасап алыңыз. Ендігі кезекте бізде осы картон түйреуіштен сәл кіші болу керек. Примерно 2 мм-дей кіші болу керек. Ол үшін контурдан белгі жасап алыңыздар ішкі жағына. Осылай сызық жасап аламыз. Осы белгілеген жерді қиып аламыз. Картонды қиып болған соң клей жағып түйреуіштің артына жабыстырып аламыз. Келесі кезекте қарындаш, кожа керек болады. Кожаны түйреуіштің бойымен белгілеп қиып шығамыз. Яғни кожамыз түйреуіштің бойымен бірдей болу керек. Егерде сіздерде кожа жоқ болса, кәдімгі фетрді пайдалана аласыздар. Бірақ кожа түйреуіштің артында әдемірек болып көрінеді. Кожаны қиып болған соң түйреуіштің артына салып, өлшемін қарап көріңіздер. Егерде керек емес жерлер болса, қиып тастаңыз. Келесі қарындаш, застежка, жаңағы кожамыз керек. Кожаның ішкі жағынан застежканың белгісін жасаймыз. Белгі жасап болғаннан кейін оны қиып шығамыз. Яғни осы жерде біздің застежкамыз тұрады. Қиып болған соң застежканы салып, қарап көріңіздер қалай тұратынын. Жасаған заттарымызды түйреуіштің артына жабыстырып аламыз клеймен. Жабыстырып болған соң инемізбен түйреуіштің беткі жағынан шығамыз. Страздың жанынан шықтымен жақсылап қарап алыңыз. Шыққаннан кейін кожаның артынан кіреміз инемізбен. Осы жерде инені шығаруда асықпаңыз. Бұл жерде біз закрепка жасап алуымыз керек. Бұл техника закрепка деп аталады. Яғни инені шығармас бұрын жіпті аламыз да иненің сол жағына іліп аламыз. Содан кейін ғана инемізді шығарамыз. Бұл закрепка деп аталады.
осы закрепка техникасы арқылы тіреуіштің жиектерін жемчугпен тігіп шығамыз. Яғни бұнда түк қиындығы жоқ. Жемчугті аламыз да жаңағыдай закрепка техникасын қайталаймыз. Яғни инені кожаның артынан шығарамыз. Шығармас бұрын жібімізді иненің сол жағына қарай іліп аламыз. Қарап алыңыздар осы жерде мұқият. Жіпті ұстап тұрып, сол жаққа қарай инеңізді іліп аласыз. Сосын шығарасыз. Жіпті шығарған соң оны тартып отыру керек. Яғни біздің жемчуг дұрыс түзу тұру үшін. Тағы да қайталаймын. Жемчугтарымызды тігіп отырған кезде тіреуіштің артқы жағын қарап отырыңыздар. Артқы жағы да әдемі болу керек. Осы техниканы жаттап алыңыздар. Алда сырға жасаған кезде, басқа тіреуіштер жасаған кезде олардың жиектерін осылай босауған шашақтар тігіп алуға болады. Сіздермен болған сән жұлдыз арнасы арнамызға жазылыңыздар. Жаңалықтардан қалмас үшін қоңырауды басыңыздар. Сау, саламатта болайық.